ручкаларыңызды немесе басы жабылған ручкаларыңызды алып, үлкен шеңбер құрамыз. Тездетеміз балалар, уақытымыз аз. Тез. Қояды, кел. Араға шықпаңызды жақындатамыз. Жақында тез. Балалар, ручканы ұстамаймыз. Тез бас бармақпен тірейміз. Бір-бірімізге итеріп тұрамыз. Бірге итеріп тұрамыз. Қоямызда жаңа жоқ болдыңыз. Жылжырым, әлбек, сәл жылжы. Нүркен ашықтап қалды, Нұрсаят, сен де сәл жылжы. Ал енді бәріміз бірге отырамыз. Ұстамаймыз, тұрамыз. Ручканы түсірмейміз. Апайдың сізге көрініп қалады. Тағы, тез, бірге. Ручканы ұстамаймыз. Бармақпен итереміз. Тағы бір рет. Жарайсыңдар. Жақсы. Тұрамыз. Алтыны. Осындай жақсы көңіл-күймен, ептілікпен, ауызбіршілікпен, ынтымақпен бүгінгі сабағымызда бастаймыз. Біз бүгін топқа, бүгінгі сабағымызда Майлинмен кездестік қой. Майлинмен кездескеннен кейін екеуі не істеді? Хат жазды. Алмасты. Екеуі тағдыр үшін күресіп не істеді? Елден қашты. Жақсы. Енді шарттау шегі. Нұркен. Шығарманың шарттау шегі. Бір сөзім. Шығарманың шарттау шегі. Майлин қайтыс болып, Жамалдан айырылып қалған сүйген адамнан қалды. Яғни дұрыс. Ғали ауырып қайтыс болды. Жамалды үйіне ата-аналары алып келді және оны қайтадан неге берді? Бұрынғы атастырылған, сүймеген кімге? Байжанның баласына Жұманға берді. Байжанның баласы Жұманға берді. Сонымен Мадина оқиғаның шешімін айтып берші, соңы не болды? Бақытсыз Жамал Байжанның үйінде не көрді? Қиыншылық көрді, қорлық көрді. Сөйтіп қашып Жамал еш бақытты болып, әледе жоқ. қараймайды. Айтамыз. Ата-анасымен жерленген жеріне барып, жылап, сол жерде Өсі бөледі, жақсы. Яғни үйден қашып кетіп, қашып кеткендегі ойы қайда барып еді? Майлинге барып